Пияз нанның рецепті. 2 стакан жылы суға 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 4 ас қасық сұйық май, 4 стакан ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Екі жуа тураймыз. Көтерілген қамырымызды тағы бір басамыз. Он минутқа жылы жерге қоямыз. Коврикті майлап, қамырды 7 мм қалыңдығымен жаямыз. Сармай жағамыз. Жуамызды саламыз. Орап, противенге саламыз. Енді қамыр тағы да көтерілу керек. Үстіне жұмыртқа жағамыз. Пешке 25-30 минутқа 220-250 градуске саламыз. Піскен нанымызға сармай жағамыз. Астарыңыз дәмді болсын, менің каналыма тіркеліңіздер.